Қайырлы күн, студенттер. Мынау бүгінгі лекциямыздың тақырыбы, яғни журналистика психологиясындағы шығармашылықты дамыту. Шығармашылық жеке тұлға шығармашылық үрдістің басты элементі болып табылады. Қазіргі заманғы шығармашылыққа деген түсінік адамның мінез-құлқы тәрізді толыққанды әлеуметтік ортада қалыптасады. Сонымен қатар шығармашылықты индивидтің өзін-өзі жетілдіруінің бір формасы деуге де болады. Бұқаралық коммуникациялық қызмет тұлғасының түсінігі шығармашылық мотивпен тығыз байланысты. Шығармашылық, яғни рухтандыратын әрекет сияқты жеке тұлғаны жаңа биік дәрежеге көтереді. Гуманист ғалым Абрахам Маслоудың бұл тұрғыдан бірнеше рет байқағаны: өз жолын тапқан тұлға еркін, автономиялы және тәуелсіз болады. Тек солар ғана шынайылықтың қожалары дейді. Бұл арада іс-әрекет деген және технология терминін ажырата білу. Іс-әрекет мақсатқа құрылады, технология шарттарға, мән-жайға, ситуациялық элементтерге, тағы басқаға қатысты. Шығармашылықтың тарихи, философиялық, психологиялық және әлеуметтік түрлері өте ертеден келе жатыр. Бұл тіптен философияның дүниеге келуімен байланыстырылады. Антикалық дәуірде шығармашылықтың екі формасы болды. Бірінші, ол ғарыштың пайда болуымен адам бойындағы өнер және қолөнер. Орта ғасырдан бері шығармашылықтың жоқтан бар қылуды қағида етіп келеді. Бұл дегенің шығармашылықтың ең биігі ешкімнің ойына кіріп шықпайтын, қайталанбайтын жаңа бір дүниенің өмірге келуімен бірдей. Қайта жаңару кезінде антропологиялық мағынасы да өзгерді. Ғарыштық масштабпен алып қарасақ, табынушылықтың алғашқы қадамы діннің пайда болуынан басталған еді. 19 ғасырда шығармашылықтың аяқталған тұжырымдамасын Эммануил Кант шығарған болатын. Шығармашылық үрдістің құрылымы сананың ең маңызды құрылымы болып табылады. Фридрих Шеллинг ең алдымен мынаған ден қойған: ол шығармашылық қабілетті елестету, естілік пен ессіздіктің бірігу қызметі деген. Сонымен хронологиялық, диалектикалық, материалистік салт-сана шығармашылық түсінікте өзінің нақты түрде іске асуы Карл Маркс кезінде жүзеге асқан болатын. Ол шығармашылық өзін тарих беттерінде қалдыратын адам қызметі деген. Бұл Карл Маркстың айтқаны, яғни осындай тұжырым берген. Бұл дәлелдерді эмпириктер нығайтқан, ары қарай шығармашылық біреулер үшін әлеуметтік тұлға қызметінде де рөл атқарады. Мысалы, Дию үшін шығармашылық бұл байқағыштық. Ақыл-ой қатаң қажеттілік кезінде белгілі бір есептің шешімін таба алмау және қиын жағдайдан шығумен бірдей. Болашақ прагматик Мид шығармашылық екпінге мағына бере отырып, жеке тұлғаның өзіндік әртүрлі әлеуметтік топтарда өз ойын жүзеге асыру деген. Ал ресейлік Федор Степун өмірді жан-жақты бақылай жүріп, шығармашылық екі бір-біріне қарама-қарсы, кереғар адам бойындағы күресуші бастама деген ой айтады. Өмір, уайым, қайғы, сезіне білу, іштей тәжірибе. Шығармашылық жанның формальды және статикалық екі біріккен өнімі. Шығармашылықтың бастауы ол адам табиғатында заттай құндылық, демек мәдениет және хал-ахуалдың құндылығы. Ол дегеніміз, яғни жеке басы, тағдыры, махаббат және тағы басқа жатады. Өзінің шығармашылық қызметінің теориясы нәтижесінде ол маңызды үш жорамал жасады. Біріншісі, барлық шығармашылық акт қорытындысы алға ұмтылып айтып жеткізуге болмайтын өмір, күйреумен тең. Шығармашылықтың негізгі бастауы ол адамның өз табиғатынан шарасыз күйреудің болуы. Ол шығармашылықтың табиғатына тән нәтиже. Жеке тұлғаның өмірге тәуелділігі мен шығармашылығының басын Степун тоғышарлық, беймәлімділік, әртістік деп үшке бөледі.
яғни олар рухани қалау мен дүние таным типтеріне жатады. Бүгінде шығармашылық тұлға деген ұғым біздің көзқарасымызда философиялық немесе тіптен қолданбалы, дәлелдемелік мәнге ие болған жоқ. Жұмысшы есебінде келесі баяндауды алға алуға болады. Тұлға үшін ең маңызды реттегіш өмірлік маңызды құндылық, әлемді бағындыру мен әлемді қабылдау тәсілі. Өзіңнің қызметінде саналы түрде бағындыру және пайдалы дәрежедегі кепілдік, шығармашылық тұлға үрдісіндегі өзінің шығармашылық менін әлемге тартып, болмысын жетілдіріп, оған жаңа өлшем береді. Жалпы методикалық түсінікте шығармашылық қызмет өмірде бұрын да, бүгін де болмаған әлдебір сапалы жаңаны туғызушы. Қызмет деген ұғым барлық ортада қолданылатын болғандықтан, шығармашылықта тиісінше ғылыми, өндірістік техникалық, көркем өнер, публицистикалық, сонымен бірге халық ауыз әдебиетінде тағы басқа қолданылып жүр. Біздің зерттеген мәселемізді тоғыстырып, философ Мираба Мамбардашвили сөзімен айтсақ, адам бұл ең алдымен адам болуға ұмтылушы. Алайда ол табиғилық емес жағдай, керісінше тоқтамастан жасала беретін жағдай. Соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары мен сөз бостандығында өздігінен жүзеге асыруға адам тек тілмен ғана шебер. Сондықтан ерекшелігі мен қыр-сырын қарастыру, яғни басқа да парадигмаларға байланысты. Жалпы шығармашылық өзіңді нығайту, еселеу, немесе жекелей шығармашылық жаратылыс тәрізді. Оған мысалға бұқаралық коммуникациялық немесе өзге де мәтіндерді жатқызуға болады. Жоғарыдағыларды қорытындылай келе, ағылшын данышпаны Арнольд Джон Тойнби көзқарасын алсақ, өзінің ішкі жандануының рухани жағынан баюының арқасында адам шығармашылық актіні жүзеге асыруға барлық жағынан мүмкіндіктерді пайдаланады. Бұл дегеніңіз қоғамдық шарттардың өсуі. Шығармашылық тұлға басқаларды таңдандыруға тырысады. Ішкі қажеттілік өмір және әрекетпен теңбе-тең. Өзіңнің іс-әрекетіңнің байыбына бармай, өз-өзіңнің есептесе беруге болмайды. Адамның қызметі басқа адамдардың қызметін үйлесім тауып, байланысып жатса, ішкі қажеттілік болып табылады. Ішкі қысымның ықпалды әсерінен адам шығармашылықтың түріне шығады. Алайда шығармашылықта бірдей тұлғалар керек және ол сыртқы жағдаймен байланысты. Ең алдымен әлеуметтік, барлық жағынан өзіңді мақсатқа жеткізуіңде. Әйтпесе өзгерем деген тұлғаның күші басқа ағайындарға әсер етіп, қарсы шығарушылармен жолығысып қалулары мүмкін. Кейін олардың серпіні еш өзгеріссіз қалдырылады. Шығармашылық қызметтің бұқаралық қатынас секілді себептері, мақсаттары мен нәтижелері болады. Мысалы, осы үш шарттың негіздерін ерекшелеу, оның себептерін айқындау үшін мынадай жолдармен қарастыруға болады. Өмірде әр құбылысты өзіне қатысты жайларды сөзбен тікелей жеткізу және осымен байланысты өзін өзі көрсету қажеттілігі. Барлық адам өз табиғатында сөзшең болып табылады. Олар жұмыс туралы, саясат, дос туралы және басқа да бос уақытында әңгіме айтады. Өз туралы ой бөлісіп, сыр шертісіп және өзін өзі тану мақсатында жалғыздықтан арылудың бір белгісі ретінде достарына, кейбіреулері психотерапевт мамандарға сенім артады. Ал өз ақылына сенетін бірден бір дара адамдар басқа жолды таңдайды. Өз сезімдері мен ойларын тексеру мақсатында қағазға жазып немесе кең көлемдегі телекөрермендер, радио тыңдаушылар аудиториясына арнап, өз шығармашылығын ашып көрсетуге ұмтылады және өзін тыңдайтын, көретін, оқитын жандарға көмек көрсетеді. Осылайша журналист шығармашылығындағы бейнелер арқылы аудитория өз басындағы қиын-түйін мәселелерді көре отырып және осындай жағдайлардан шығудың жолын бұқаралық ақпарат құралдарынан табады. Кей жағдайларда адамдардың психологиялық тұрғыдан алғанда оның өмірге деген көзқарасы, ой санасының өзгеруінің себептеріне қуанышты хабарлар, соғыс кезіндегі оқиғалар, жер сілкінісі, су тасқыны, террористік қауіптер туралы жазған журналистердің еңбегі әсер етеді. Қабілетті журналист өз әлемін және өзге де жандардың жалпыға бірдей ойын анық жеткізіп қана қоймай,
өзге де адамдардың ойын анық жеткізіп, тіпті өз ойын ашық айта алмайтын жандарға өзінің шығармашылық кәсіпкерлігімен ол адамның қарапайым сөйлей білуіне де көмегін көрсетеді. Журналист әлем құбылыстарын сезіну арқылы өзіндік үн қосады. Оқиғалар желісі оны қиял әлеміне жетелеп, ойлау, әрекет ету қабілетін арттырады. Сезім мүшелерін дамытады. Өзгенің айта алмағандығын айту арқылы өз пікірін және қоғам өміріндегі пікірді байланыстырады. Мұндай адам бойындағы ерекше эрудициялық сауаттылық жеке көзқараспен өз пікірін білдірудің тәуелсіздігін, сенімділігін арттырады. Бұл қасиеттер журналисті шығармашылық жолда адаспауға, одан әрі жетілуге ықпал етеді. Шалқар шабытқа шаттанған журналист өз еңбегіне жан тәнімен берілу арқылы триумфтық, ірі әрі дәйекті ақпарат көзін тудыра алады. Азартқа берілген ойыншы іспеттес өз еңбегіне адал әрі толық берілген журналист сенсация жасауға бейім тұрады. Ол әрқашан айтқан сөзімен емес, іспен дәлелдей алады. Бұқаралық коммуникациялық желі құру арқылы ол бәрін бірегей ақпараттандыру құралын жасайды. 18-19 ғасыр тұсында журналист еңбегі адам құқықтарын қорғауда, қоғамдағы әлсіз жандардың абыройын ақтауда ең негізгі әсерлі күшке айналды. Өйткені билік басындағы әділетсіздіктерге жол бермеуді, үлкенге құрмет, кішіге ізет етуді ұран еткен журналист мамандар публицистика әлемінде шыншыл әрі шынайы материалдарды көптеп жазды. Саяси әлеуметтік өмірде өзгертуде бұқаралық ақпарат құралдарының мамандарының еңбегі зор. Әр адам баласы өз шығармашылық жетістігін сезген болса да, оны жаңартуға бар күшін салып ниеттенетіні анық. Журналистер мен шығармашылық жандар үшін шабыт ең басты құрал болып табылады.